Армысыздар, құрметті оқырмандар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Подписация батырмасын және қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Қандай да бір сұрақтарыңыз болған жағдайда комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Бүгін сіздермен 9-шы сыныпқа арналған ауыл олимпиадасының бастапқы кезеңіндегі 30 тестті қарастыратын боламыз. Екінші сұрақтан бастайық. Төмендегі заттардың қайсысы бір-біріне қатысты гомолог екенін көрсетіңіз дейді. Гомолог деген CH2 тобы бар. Бұл жерде А варианты дұрыс болып тұр. Бірінші сұрақ: халкогендерді көрсетіңіз дейді. Халкогендер бізде өздеріңіз білетіндей 6-шы топта орналасқан элементтерді айтамыз. Яғни бұл жерде С варианты дұрыс келіп тұр. Оттек, күкірт, селен, теллюр, полоний. Енді бізде келесі үшінші сұрағымыз: бізде ұшақ құрылысында қандай металл құймасы қолданылады деген. Бұл жерде сразу дұрыс емес жауаптарды алып тастасақ болады. Мысалға, ұшақ құрылысында никель, мыс дегендер құймадан алынбайды. Темір, алюминий, бұл жерде С варианты дұрыс болып тұр. Алюминий, дұрыс жауабы алюминий. Металл құймасының ішінде дюра, алюминий дегенді естіген боларсыздар. Осылардың барлығы құймадан жасалынады. Төртінші тапсырма: электролитке қандай зат жатады? Спирт деді. Спирт бізде CH3OH, натрий гидроксиді натрий OH. Балқымасын алатын болсақ, иондарға натрий плюс OH минус болады. Глюкоза С6, H6, S6, H12O6, кальций карбонаты, кальций СО3. Демек бізде дұрыс жауабы варианты дұрыс болып саналады. Енді келесі бізде 5-ші сұрақ. 5-ші сұрақта бізде галогендерге қандай заттар жатады дейді. Галогендер біз білеміз, олар 7-ші топтың А топшасында орналасқан элементтерді айтамыз. Бұл жерде фтор, хлор, бром, йод дұрыс жауабы А болады. Мысалы, С вариантында оттек бар. Оттек 6-шы топта орналасқан, сондықтан ол жатпайды. Д вариантында көміртек болып тұр. Көміртек тоже жатпайды. Вагон вариантында темір болып тұр. Дұрыс жауабы А варианты болады. 6-шы сұрақта темірдің 3 катионын сапалық анықтауға арналған реактив дейді. Бұл жерде темір плюс 3 катион деп тұр. Калий хлорды алатын болсақ, темір хлориді түзіледі. Бұл жерде калий йодты алатын болсақ, оны сапалық анықтауға калий йодты аламаймыз. Мына жерде калий радониді деп тұр ғой. С варианты. Осы вариант дұрыс болады, себебі сапалық анықтауға қолданған кезде бізде қызыл түсті болады, қан сияқты. Осыны кейбір жоғары сыныптарда тәжірибелерде қолданады осы реакцияны. Яғни мысалға, қолымызға кішкене темірдің катионын сұйығын батырып, радонитпен үстін бассақ, кәдімгідей қан сияқты жасанды қан деген тәжірибе жасалынады. Енді бізде 7-ші сұрақ: алтын жаңбыр реакциясын табыңыз деген. Алтын жаңбыр реакциясы бізде, мысалы, бірінші вариантқа қарайтын болсақ, кальций хлоридіне натрий карбонатын қосқан екен.
бұл дұрыс жауапқа жатпайды. В вариантын алатын болсақ, қорғасын нитраты мен натрий иодиді. Енді бұл вариант жатқызсақ болады алтын жаңбыр реакциясына. Одан кейін бізде С вариантына қарасақ, бізде бар СО4 натрий хлор дейді. Бұл жатпайды. Д вариантында темір хлорид мен радонит, бұл қызыл болып кетеді, сондықтан жатпайды. Енді 8-ші сұраққа келеміз. 8-ші сұрақ бізде қай қатар азот қышқылындағы элементтердің тотығу дәрежелеріне сәйкес келеді дейді. Азот қышқылындағы элементтердің тотығу дәрежесі деп тұр. Азот қышқылы бізде HNO3 болып саналады. Жеке-жеке табатын болсақ, мысалға оттектен бастаймыз. Оттек -2, 2 мен 3-ті көбейтеміз 6, сутектікі +1, 6-дан 1-ді азайтамыз, азотты табу үшін +5 болады. Демек, А варианты сәйкес келіп тұр. В вариантында дәл сондай, бірақ -5 болып тұр, оны сыз тастаймыз, ол дұрыс емес. С вариантында дәл сондай, бірақ -1 деп тұр. Жаңағы сутекті, HNO3-тағы сутекті, ол дұрыс емес. Д вариантында барлығы -, болып тұр. Тотығу дәрежесі деген кезде бірден естеріңізге алсаңыздар болады. Ол плюс көрсетті, мысалы +2, +3 бастапқыда күрделі реакцияларда. 9-ші вариант бізде, 9-ші тапсырма бізде С варианты болды. Мына жерде кішкене тез өтіп кетті. Өздеріңіз тоқтатып қарасаңыздар болады. 10-шы сұрақта бізде тұздардың бейтарап ерітінділерін табыңыздар деген. Бейтарап болғанда бізде оған анықтама беретін болсақ, мысалы күшті негізбен күшті қышқыл, әлсіз негізбен әлсіз қышқыл деген сияқты олар бейтарап орта көрсетеді. Сондықтан бірінші вариант дұрыс. Енді 11-ші тапсырмаға келетін болсақ, 11-ші сұрақ. Лакмус -2 нитратындағы бұл жерде С варианты дұрыс болады. 12-ші сұрақта бізде электролиттердің иондарға ыдырау процесі, ассоциация, электролиз, коррозия, электролиттік диссоциация дейді. Бұл жерде Д варианты дұрыс болады, коррозияға ұшырайды. Енді келесі 13-ші сұрақ. Он үшінші сұрақта бізде он үшінші сұрақ. Төмендегі қосылыстардың қайсысында азоттың тотығу дәрежесі ең жоғары дейді. 13-ші сұрақта, мысалы, біріншісіне алатын болсақ, бұл жерде оттек -2, натрий +1, 4-тен 1, 3 + 3 болады. А вариантында 3 болып тұр. В вариантында -2 +4 болып тұр. С вариантында -2 +1 болып тұр. -2 +2. Демек, В варианты дұрыс болып саналады. Ең жоғарғы тотығу дәрежесі бізде азоттікі +4 болып тұр В вариантында. Дұрыс жауабы В варианты.
14-ші сұрақ бізде қатты зат болып табылатын галоген дейді. Галогенді біз айтып өткендей, 7-ші топтың А топшасында орналасқан элементтердің барлығы бізде галоген элементтер немесе галоген тобына жататын элементтер деп айтсақ болады. Енді біріншісі фторий 2 бізде газ тәрізді болады. Хлор ол да газ болады. Бром ол сұйық болады. Д вариантында йод бізде қатты болады. Демек бізден сұрап тұрғаны қатты зат деп тұр. Сондықтан Д варианты дұрыс. Жауабы йод. Келесі 15-ші. Арасында химиялық және физикалық өзара әрекеттесулер болатын еріткіш молекулалар мен еріген зат бөлшектерінен тұратын біртекті жүйелер қалай аталады дейді. Біртекті жүйелер деп тұр. Сондықтан бізде ерітінділер деп аталады. Суспензия болмайды, эмульсия болмайды, коллоид болмайды. Сондықтан С варианты дұрыс. Келесі бізде 16-ші сұрақ. 16-ші сұрақта бізде 3s2 3p5 валентті электрондар қай затқа сәйкес келеді деген. Енді бұл жерде фторды жатқызбаймыз, йодты жатқызбаймыз, бром жатқызбаймыз, хлор 2 болады. Жауабы Д болады. Бұл жерде байқасаңыздар 7-ші топта орналасқан элементтер болып саналады вариантында. Келесі 17-ші сұрақ. 17-ші сұрақта 1-ші А және 2-ші А топтары элементтерінің катиондарын анықтау дейді. Тұнба түзілмейді, жалын түсінің өзгеруі варианты дұрыс. Етіндісінің өзгеруі индикаторлармен дейді. В варианты дұрыс. Енді келесі бізде 18-ші сұрақ. Әлі бізде жауап берілмеген сұрақтар саны көп. 30, яғни бір тест 30 сұрақты құрайды. Қазір 18-ші сұрақ ашылсын, күте тұрайық. Он 18-ші сұрақ. Хлор минус, бром минус, йод минус аниондарын анықтау үшін қандай топтық реагент қолданылады дейді. Бұл жерде топтық реагент болғандықтан біз сразу күмісті еске түсірсек болады. Хлор жаңағы анионда минус, катионда күміс болады. Қалған варианттар тура келмей тұр. Сондықтан С варианты дұрыс болады. Күміс нитраты аргентум NO3. Келесі 19-ші сұрақ. Тотықтырғыштар қатары деген. Тотықтырғыштар қатары бізде енді варианттарға қарайық. Біріншісінде аммиак, күкірт сульфиді, натрий берілген. Бұл жерде бұны тотықтырғышқа жатқыза алмаймыз. Енді В вариантында марганец O2, H бром және көміртек
Бұл да тотықтырғыштарға жатқыза алмаймыз. Келесі бізде С вариантында калий марганец O4, калий 2 хром 2 O7, H2SO4. Бұл тотықтырғыш қатары болып саналады. Д варианты. Яғни бізде 19-дың С варианты дұрыс деген сөз. Келесі бізде 20-шы сұрақ. 10 сұрағымыз қалды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар жауап беретін боламын. Тотықсыздандырғыштар қатары деген. Бұл жерде сразу бірінші вариант көзге түсіп тұр. H2, калий 2, SH иод. Бұл жерде А варианты дұрыс болып тұр. Қалған варианттар мүлде сәйкес келмейді. Келесі 21-ші сұрақ. Тотығу тотықсыздану реакциясын табыңыз деген. Біз білеміз, тотығу тотықсыздану реакциясы дегеніміз тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакцияларды айтамыз. Яғни реакцияға дейін, реакциядан кейін. Енді бірінші А вариантына қарайтын болсақ, натрий OH-қа H хлор қосқан. Бұл жерде ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ тотығу дәрежелерінде. В вариантына келетін болсақ, ол жерде де ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Өзі бірден көзге түсіп тұр, С варианты дұрыс. Мысалы, мыс 0, жалғыз элементтер 0 болады тотығу дәрежесі. HNO3-та оттек -2, сутек +1, 2 мен 3-ті көбейтеміз 6, 6-тан 1 +5 азотты көрсетеді. Енді демек С варианты дұрыс. Тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакцияларды айтамыз. Келесі бізде 22-ші сұрақ. Ұсынылған тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайтынын анықтаңыз деген. Бұл жерде гидролизге ұшырайтынын деп жатыр. Егер орта бейтарап болса, онда гидролизге ұшырамайды. Мысалға, күшті қышқылмен күшті негізбен күшті қышқыл деген сияқты. Бұл жерде А вариантында екеуі де күшті болып тұр. В вариантында да күшті болып тұр. Бұл жерде дұрыс варианты Д. Калий 2, силициум O3. Күшті негізбен әлсіз қышқылдың қалдықтары, яғни гидролизге ұшырайды. Келесі бізде 23-ші сұрақ. 23-ші сұрақта NO3 анионына сапалық реакцияны анықтаңыз деген. Бұл жерде дұрыс варианты С варианты. 2 натрий NO3 қосылған мыс, қосылған H2SO4, яғни күкірт қышқылы, нәтижесінде натрий сульфаты, мыс сульфаты, азоттық оксиді, яғни газ бөлініп кетеді, және су. Бұл NO3 анионына сапалық реакция болып саналады. Дұрыс вариантын жазып алыңыздар. Енді бізді келесі 24-ші сұрақ. 24-ші сұрақта балқытылған металдардың әрекеттесуінен түзілетін химиялық қосылыстар деген. Бұл жерде А варианты дұрыс болып саналады. Интерметаллиттер дұрыс болып саналады. Себебі балқытылған металдарын деп тұр. Келесі бізде 25-ші сұрақ. 25-ші сұрақта күкірттің тотығу дәрежесінің қандай мәні тотықсыздандырғыш және тотықтырғыш қасиеттерін көрсетеді деген. Енді бұл вариантта дұрыс жауабы В немесе С болып тұр. Себебі сұрақ нақты айтылмаған.
қосылыстары ма әлде қосылыс емес па білмейміз. Сондықтан біз С және В вариантының екеуін біреуі дұрыс болады. 26 В. Тотықсыздандырғыш қабілетінің жоғарылауы бойынша келесі металдарды өсу ретімен орналастырыңыз деген. Темір, мыс, натрий, мырыш, магний берілген. В варианты дұрыс келіп тұр. Өсу ретімен деп тұр. Ергішті кестеге қарап істесеңіздер де болады. Мысалға купрум, феррум, цинк, магний, натрий. Дұрыс жауабы В варианты. Келесі 27-ші сұрақ. 27-ші сұрақта тотықтырғыш қабілетінің жоғарылауы бойынша келесі металдарды өсу ретімен орналастырыңыз дейді. Тотықтырғыш қабілеті деп тұр. Бұл жерде қателесіп қалмаңыздар. Бұл жерде А варианты дұрыс емес. В варианты дұрыс. Калий, марганец, никель, қорғасын, күміс. С вариантын алып тастаймыз. Себебі калий соңында тұр. А вариантында калий соңында тұр. Д вариантында кішкене ұқсастық бар, бірақ жаңағы қорғасын екінші шығып кеткен. Осыған мән беріңіздер. Келесі бізде соңғы сұрақ. Жоқ, 28-ші сұрақ бар екен. 27-ші жауабын В дедік. 28-ші сұрақ бізде CnH2n-2 жалпы формуласына сәйкес келетін затты табыңыз деген. Бұл жерде өз көзге сразу көрініп тұр. Ацетиленді аламыз. Дұрыс жауабы С варианты дұрыс. Келесі 29-ші сұрақ. 29-ші сұрақ. Металл кернеулері қатары берілген екен. Пайдаланып химиялық белсендірек металдарды көрсетіңіз дейді. Бұл жерде марганецті белгілеп алсақ, А варианты дұрыс болады. Марганец, хром. Қалғандары тура келмейді. Келесі бізде соңғы сұрақ, 30-ші сұрақ қалды. Ле-Шателе-Браун принципіне сәйкес қандай жағдайда тепе-теңдік оңға қарай ығысады дейді. Бұл жерде қысым деген жауаптардың барлығын алып тастаймыз. Катализатор тоже керек емес. Барлық жауап дұрыс деген ол да қате. А варианты дұрыс. Жүйені оттегімен қанықтырғанда деген жауап дұрыс. Бұл реакция, яғни жаңағы азот қосылған оттек. Бұл бізде эндотермиялық реакция болып тұр. Осымен біздің тестіміз аяқталды.